Сәлем достар, менің есімім Ағерке Мағжанқызы, Мұзафар Әлімбаев мектебінің ағылшын тілі мұғалімі боламын. Ал бүгін сіздерге апта жаңалықтарын таныстырамын. 14 ақпан дүйсенбі күні оқушылар толық дәстүрлі түрде мектепке оралды. Осы апта мектеп басшысы жаңа жобаларды іске қосты. Атап айтсақ, оқушылардың тұрақты түрде қал жағдайын біліп тұру мақсатында Дастан Бекболатұлы әр апта сайын екі оқушының отбасымен танысып отыруды бастады. Сонымен қатар, ата-аналар мен мектеп арасындағы қарым-қатынасты нығайту мақсатында оқушылар, ата-ана, ұстаздар арасында караоке батл, қызықтаймыз және әртүрлі психологиялық ойындар ойнатылды. Сондай-ақ кешкілікте мектеп спорт залында мұғалімдер мен ата-аналар арасында волейбол ойнатылды. Мектеп мәжіліс залында жоғарғы сынып оқушыларына кинокеш ұйымдастырылды. Бұл іс-шаралар біздің мектепте дәстүрлі түрде әр апта сайын өткізілетін болады. 18 ақпан күні мектеп оқушыларының ұйымдастыруымен шағын жәрмеңке өткізілді. Жәрмеңкеде оқушылар өз қолдарынан жасаған тәтті тағамдар мен әртүрлі бұйымдарды сатты. Түскен қаражат қайырымдылық қорына жұмсалатын болады. Ал енді ұстаздар мен оқушылардың жетістіктеріне тоқтала кетсек. Мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Нұрғалиева Динара Ақсанқызы қалалық жол ұстазы байқауынан 2-ші орын иеленіп, облыстық кезеңге жолдама алды. 9-шы сынып оқушысы Рубан Арина облыстық пән олимпиадасынан 3-ші орын иеленіп, республикаға жолдама алды. Сәттілік тілейміз. Қалалық үздік мақала сайысында оқушыларымыз өте жоғарғы нәтиже көрсетіп, 3 бірдей оқушымыз жеңімпаз атанып, облысқа жолдама алды. Мінекей достар, біздің бір аптамыз осындай жақсы жаңалықтарға толы болды. Келесі аптамызда сәтті болғай. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Привет, друзья! Меня зовут Ағерке Мағжанна. Я учитель английского языка школы имени Музафара Әлімбаева. И сегодня я представлю вам новости этой недели. С понедельника, 14 февраля, ученики перешли на традиционный формат обучения. На этой неделе руководитель школы запустил новые проекты. В частности, Дастан Бекболатович начал каждую неделю навещать семьи двух учеников, чтобы быть в курсе их семейного положения. Кроме того, в целях укрепления взаимоотношений между родителями и школой, ученики, родители и учителя устраивали караоке-батл, играли в различные психологические игры, проводился конкурс «Қызықтаймыз». А также они вместе играли в волейбол в школьном спортзале. В актовом зале школы был организован киновечер для старшеклассников. Эти мероприятия по традиции будут проходить каждую неделю. 18 февраля школьниками была организована небольшая ярмарка. На ярмарке ученики продавали сладости и различные ручные изделия. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. А теперь давайте поговорим о достижениях учителей и учеников. Нургалиева Динара Оксановна, учитель физкультуры, заняла 2-е место в городском конкурсе «Учитель года» и прошла на областной этап. Рубан Арина, ученица 9 Б класса, заняла 3-е место в областной предметной олимпиаде и теперь защитит честь области в городе Шымкент. В городском конкурсе «Лучшая статья» наши ученики показали очень высокие результаты. Все 3 стали победителями и прошли на областной этап. Итак, друзья, наша неделя была насыщена такими хорошими новостями. Удачи на следующей неделе. Спасибо за внимание. Hello friends, my name is Ағерке Мағжанқызы. I am an English teacher at the school named after Мұзафар Әлімбаев, and today I will present you the news of this week. From Monday, February 14th, students switched to the traditional learning format. This week, the head of the school launched new projects. Dastан Бекболатович began to visit the families of 2 students every week to keep abreast of their marital status.
In addition, in order to strengthen the relationship between parents and the school, students, parents, and the teachers organized karaoke battles, played various psychological games because exams competition was held, and they also played volleyball together in the school gym. In the assembly hall of the school, a film evening was organized for high school students. These events traditionally will be held every week. On the 18th of February, the school children organized a small fair. At the fair, students sold sweets and various handicrafts. The proceeds will go to charity. And now, let's talk about the achievements of teachers and students. Nurgaliyeva Dinara Aksanna, physical education teacher, took the second place in the city competition Teacher of the Year and was sent to regional competition. Ruben Arena, a student of the 9th grade, took the third place in the regional subject Olympiad and was sent to the Republican Olympiad. In the city competition, Best Article, our students showed very good results. All three became winners and were sent to the regional competition. So friends, our week has been full of such good news. Good luck next day. Goodbye.